белгіленген уақыт болғандықтан белгіленген уақыт болғандықтан енді әңгімемізді бір бірімізбен сұхбатымызды бастай береміз. Осындай зумдар біздерге не үшін керек? Біздің спонсорларымыз не үшін осы нәрсені система қылып қойып, біздерге құрал ретінде бизнесімізді жүргізуімізге, я болмаса самый элементарный әрбір адам продуктыны қалай дұрыс пайдалану керек екендігін біліп, бір-бірімізден үйрену үшін осыны ұйымдастырып жатыр. Сондықтан енді уақытында негізі кіріп, бір-бірімізбен білмесімізді сұрап, осылай зумға мезгілінде кіріп, осылай бір-біріміздің білмесімізді үйреніп, осылай қарым-қатынаста болғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Енді қанша адам болса да айта берейік. Негізгі біздің құралымыз, біздің компанияда құралымыз өнімдер болғандықтан, мен тек бірнеше көп әңгіме айтпаймын, бірнеше ғана өнімге тоқталғым келіп отыр. Себебі не? Енді бұл компанияға көбіне денсаулыққа келдік те, тек денсаулыққа ғана деп айтайық десек, денсаулыққа келген адамға да табыс керек. Себебі өнімді үзбей ішу керек, тума-туыстарын алып беру керек, өзінің үй ішіндегі адамдарға да тоже осындай керемет продуктыны айтып, соны сол үшін барлығына табыс көзі керек қой. Оны енді арып бөліп жаруға болмайды. Сіз денсаулыққа келдіңіз, сіз табысқа келдіңіз, сізге мынандай әңгіме айтамыз, сізге мынандай әңгіме айтамыз дейміз. Бәрімізге де табыс керек, және сол табысты табу үшін осы біздің өнімдерді қалай қолданамыз, қалай адамдарға өткізіп айтамыз, өтімді қылып айтамыз. Сол үшін біздегі осындай керемет продукт жатады. Осы жөнінде, осының айналасында мен қазір әңгіме айтқым келеді. Енді бұл продукттар жайлы айтпастан бұрын, адам ағзасына шамалы тоқталып кететін болсақ, адам ағзасында бірнеше ағыстар бар. Солардың үшеуі адам өзі сол үш ағысты таза күйінде сақтап тұру керек. Сол үшеуінен барлық ағзадағы денсаулық соған байланысты деп айтуға болады. Оның біреуі ішек жолдары, екінші қан тамыры, үшіншісі лимфатическая система. Лимфатическая система деген, енді біз бәріміз де қазақпыз, біз қазақша жүргізетін болғандықтан, мен қазақ аудиториясына сөйлегендіктен мен айтайын. Мал сойғанда безді білеміз ғой, без жеуге болмайды. Безді алып тастаймыз әдейі. Сол бездер біздің ағзамызда да бар. Ол без, сол лимфатический системаның ана бүйтіп соратын насостар деп айтуға болады, қазақша айтқанда. Ол сол ағысты біздің денеміз неден тұрады? Біздің денеміз жасушалардан тұратын болса, әрбір жасуша тамақ ішеді және сыртқа шығарады. Сыртқа бәрі ұйлығысып тұрып сыртқа шығарғанда, соны медицина тілімен межклеточная среда деп айтылады. Енді клеткалардың айналасындағы жаңағы керек емес, уже отработанный нәрселерді шығарып, клеткаларын шығарып тұратын ортасы деп айтуға болады. Көп нәрсе біздің денеміздегі ауру, возникать ететін аурулар, сосын адамдарда неприятно иіс шығу, соның барлығы сол лимфатический системаға байланысты. Соларды тазалайтын продукттар бар. Біздің компания сату керек, мен тек товарооборот жасауым керек деп, бізден рыноктағы бүкіл продукты бізге лақтырып тастап тұрған жоқ. Тек адам ағзасына қажетті, өте қажетті продукттарды біздерге ұсынып отыр. Сол үш ағысты біз қалай таза ұстаймыз? Сол үш ағысты қалай біз аялаймыз? Сол үш ағысты тазалау арқылы, таза күйінде ұстау арқылы біздер
денсаулығымызды қалай керемет қыла аламыз. Оның барлығы уже компания бізден бұрын да уже изучать етіп қаншама ғалымдар, қаншама ученыйлар осыны разработка жасаған өнімдер. Олардың біреуі енді бәріңіз білетін мынау водородный стержень. Водородный стержень ең бірінші продукт, ол жаңағы біздің лимфатический системамызды тазалап тері арқылы, адамның кожасы арқылы, уретры арқылы, сүдік жолдары арқылы, үлкен дәрет арқылы далаға біздің сол триллион жасушаларымыздың далаға шығарған керек емес лас нәрселерін далаға шығарып жіберу үшінге көмектесетін бірден бір құрал. Бұны водородный стержень дейміз. Бұл несімен жақсы? Біздер көбіне мынандай су алып ішеміз, да? Мынандай су алып ішеміз. Таза деп ішеміз ғой. Бірақ осының өзі де, егер де арнаулы құрылғылармен тексеретін болсақ, біздің ағзамызға сәйкес келмейді. Біздің қарнымызда болу керек, жаңа қышқылдықты не істемейді, соған сәйкес келмейді. pH 7-4 болатын болса, бұл сулар көбіне өлі су ретінде соған келмейді. Соны активировать ету үшін, даже үйімізде фильтр тұратын болса, ол фильтрларда сондай сәйкес болмауы мүмкін. Енді кімде қандай фильтр тұрғанын білмеймін ғой, бірақ көп фильтрлар керек заттарды да алып тастайды, бізге таза суды істеп береді. Сондықтан осы компания ең бірінші адам ағзасына керек, адам ағзасындағы 3 ағыстың таза болуына, олардың бізге қызмет істеуіне, біздің ағзаларымыз жақсы бізге жұмыс жасау үшін себеп болатын нәрселерді тазалау үшін сол лимфатический системаның бірден бір құралы осы водородный стержень. Водородный стерженьнің ішінде күміс қоспалары бар және турмалин қоспалары бар, специально өзінің ішінде элементтер бар. Сол элементтер біздерге суды pH-ті 7-4 қылып береді, шамалы мезгілде. Арнаулы аппаратпен қарасын болатын болса, кәдімгідей айдан айқын көрініп тұрады. Содан кейін ОВП деген болады, окислительно-восстановительный потенциал воды. Біздің ағзамызға кіретін судың сол ОВП дейтін показателі минусовый болу керек. Манағы бутилированный суда, біздің фильтрдан алып ішіп жатқан суымыздың барлығында да ол плюсовой. Қай жерден барып тексермесек те бәрі плюсовой. Соны минусовой келтіретін біздің бірден бір құрал, ол водородный стержень. 3 ағыстың денемізде тоқтамау керек, ешқандай преграда болмау керек, ешқандай ішінде лас болмау керек. 3 ағыстың біреуі лимфатический система болатын болса, соның бірден бір құралы біздің мына водородный стержень. Водородный стерженьді бізде шемішке сияқты сатуымыз керекпіз. Біреулер айтады, ой, мен андай диет ұстап жүрмін, мен мындай диет ұстап жүрмін, ой, мен противопаразитарный андай ішіп жатырмын, мындай ішіп жатырмын. Әркімге информация айтатын болсақ, әркімнің өзінің жаңағы қолданып жүрген нелері бар, методтары бар. Бірақ ең бірінші су болмайтын болатын болса, оның барлығына көп күш кетеді және көп уақыт кетеді, көп ақша кетеді. Бәрі эффективно болу үшін ең бірінші осы водородный стерженьнен бастауымыз керек. Енді екінші ағыс дегеніміз не? Екінші ағыс дегеніміз біздің қарын және ішек жолдары. Ішек жолдары таза болмайтын болса, бізде көп деген аурулар шығады. Қазір модно болып кетті ғой, аутоиммунный заболевание, анау да аутоиммунный заболевание, мынау да аутоиммунный заболевание. Аутоиммунный заболевание деген сөздің төркінінде не жатыр? Біздің ағзамызға жаратушымыздың салып берген табиғи докторларымыз, біздің иммунный клеткаларымыз, біздің собственный клеткаларымыз, өмір сүріп жатқан клеткаларымыздан қорғап, чужеродный нәрселерменен күресуден бөлек, сол өзіміздің собственный клеткаларымызға да не беруі, зиян келтіруі, соларға да қарсы шабуыл жасауы.
соның көбіне себебі қарын және ішек жолдарының таза болмауы. Оның ауруларын айтатын болсақ, например, щитовидная железа өзінің функциясын істей алмайды. Гормондарды қалай керек гормонды біріне аударып өзінің жасайтын жұмысынан ауытқып, адам ағзасында егерде зат алмасу процесі бұзылатын болса, оны біздерде өзінің несі бар, врачтар бар, өздерінің мамандары бар, эндокринологтарға бару керек дейді. Мен енемді больницаға алып барсам, кезінде тірі болған мезгілде, анализдердің бәрін қарап біз сіздің мына адамыңызды больницаға ала алмаймыз, бізде эндокринолог деген отпускта еді ғой, сіздің енеңіздің сахары 7 болып тұр екен ғой дейді ғой. Мен басқа показательмен апарып отырмын, ол кісі ішкенін құсып, ішкі құрылысында проблема болып отыр. Сол сияқты бүйтіп бәрін бөліп тастаған ғой, мынау мынанікі, мына тиіспеңдер, мынау мынанікі, тиіспеңдер, мынау мынаны емдесін, мына кісі мынаны емдейді, басқаға тиіспеңдер. Бүкіл ағза өзі бір-бірімен связаны екенін көп жағдайда ескерілмей қалады. Сондықтан ішек қарынның ішкінің тазалығын біздің компания тоже қарастырып қойды. Менде қазір данное время болмай тұр көрсете қоюға. Пастероза, сосын мінекей осы шай біздің ішектеріміздің ішкі қабатын, манағы біздерге керекті питательный веществоны сорып бауырға алып беретін түк бар емес па? Ішектің ішінде мал сойғанда көресіңдер ғой, ішкі түгі бар емес па? Соларды восстанавливать етуге, тазалауға, тап-таза қылуға бірден бір жұмыс жасайтын осы екі продукт. Компания енді жаңағы жоғарыда айтқандай бізге тек бұл продукттарды қосып отырған жоқ. Адам ағзасындағы самый важный органдарды біздер тазалықта ұстауға және олар басқа бір аурулардың туындап кетпеуіне себеп болмау үшін осы продукттарды беріп отыр. Сондықтан бұл продукттарда өте қымбат емес, екеуі де бір цена. Как семечки мы должны продавать. Сатуымыз керекпіз, адамдарға айтуымыз керекпіз, өзіміз қолдануымыз керекпіз, өзіміздің столымыздан түспейтін продукт болу керек. Осы екі продукт. Егер де ішектің ішкі ворыстарын восстанавливать етіп алмасақ, жаңа пастероза сол восстанавливать етеді ішектің ішкі қабаты, жаңағы ворыстары егерде местами не болатын болса, жаңағыдай поврежденный болатын болса, ол жерлерден біздің ішіп жеп жатқан тамағымыз енді қорытылу процесі жүреді ғой. Қарынға түседі, қарыннан 12 перстный кишка, тонкий кишка, толстый кишка, қанша процесс өтеді. Сол жерлердің барлығында ол ұйқы безінен бөлінген сөлмен, бауырдан түскен өтпен бірге қосылғанда шіріп, кәдімгідей разлагаться етеді. Сол мезгілде оның ішінде неде болады, питательный алынады, ненужные кетеді ғой далаға шығып кеткенше, сол ненужные токсины манағы поврежденный жерлерден ішек бойындағы орналасқан қан тамырлар арқылы адамның ағзасына қанына өтіп кетуі мүмкін. Өтіп кетеді, если солай болатын болса. Соның кесірінен басқа да органдардың аурулары басталады. Басқа органдардың аурулары манағы жоғарыда айтып кеткендей зат алмасу процесіне қатысатын бездер өздерінің жұмыстарынан ауытқуы. Аутоиммунный заболевания, разные аутоиммунные заболевания қазір көп-ақ олар деген. Солар, сосын кішкентай есік ашса да, форточка ашса да салқын тиіп қалу, частые простуды. Денеде, адамның денесіне шығатын түрлі жаралар, солардың барлығы біздің 3 ағыс дедім ба, сол 3 ағыстың екінші ағысының ішінің таза болмауы. Сол екінші ағыстың ішінің целостный болмауы, тұтас болмауы. Соны жазу үшін, соған ауру болмасақ, профилактика үшін
жаңағы пасторозны таңертең мезгілде бізде аш қарынға ішуіміз керекпіз. Қарынның ішектің ішінде керек те нелер бар, жаңағы біздерге керек те бактериялар бар, керек емес те бактериялар. Сол керек бактерияларды біздерге напрямую уже беретін екінші жағынан қарынның ішкі несін обволакивать етіп, ауру жерлерін жазып, эрозия жаңағы нелерді жазатын болатын болса, гастрит, эрозия сондай болатын болса, соны жазатын болса, одан бөлек еще біздерге жаңағы ішектің ішіндегі полезный бактерияларымызды беруге екіншіден тамақтың дұрыс қорытылуына, манағы өте көп газообразование болып, адамның іші кеуіп, бір ыңғайсыз жағдай болмауына көмектесетін сол екі продукт. Ал үшінші ағыс деген не? Үшінші ағыс деген қан тамырлары. Бізде қан ұдайы тоқтамай ағып тұру керек. Сол үшін не болу керек? Қан тамырының ішкі қабатының бәрі таза болу керек. Ол таза болмайынша адамда денсаулық болмайды. Бүкіл жүрек қан тамырларына байланысты бүкіл аурулар, жүрек қан тамырларын емдеймін деп жүргенде дәрігерлердің берген дәрілерін ішіп, мидың қан айналымын бұзып, онда мәселені кеңітіп, ол да өзінің жұмысынан ауытқып, жарылып бір жерлерден инсульт, нарушение мозгового кровообращения, ол да жүрек қан тамырларын емдеу үшін берген дәрілердің кесірінен болуы мүмкін. Сондықтан айтып тұрмын ғой, бүкіл ағза бір-біріменен тығыз байланысты, соның бәрін аялайтын, соның бәрін орнына келтіретін осы біздің өнімдер. Енді оған мынандай өнімдер. Мынау қанды сұйылтады, мидың қан жұмыс жасауын жақсартады. Енді қан тамырлар жайлы айтылып жатқандықтан, енді ол тек қана адамның ағзасында ғана болмайды, мида да болады қан тамырының. Қан тамырлары дұрыс болу керек. Соған бірден бір продукт линжей деген күнде ішуіміз керекпіз. Мынау шеншенсу, бұл қан тамырларының ішінде, егерде уже осығанға шейін тромбообразование, қанның ағысын тежейтін бір образование қатқан нәрселер болатын болса, соларды ыдырататын зат. Тромбообразование дейтін ол бір бөлек, жаңағы бляшки, атеросклеротические бляшки дейтін ол екі бөлек зат. Соның екеуіне де көмектеседі. Біреуіне тромбтарды бір-бірінен, тромбоциттар ғой, тромбтар дейтін, сол тромбоциттарды бір-бірінен ажыратып жіберетін, ішінде натокиназа дейтін, негізі төркіні япон ғалымдар ойлап шығарған, сондай не бар, қоспа бар. Екіншісі экстракт виноградных косточек, жүзімнің косточкаларынан жасалған сондай не өнім. Ол қан тамырларының сыртқа қабаты бар емес па, соны шар бет үре берсең созыла береді ғой, сол сияқты эластичный қылады. Оның сыртқы қабатын эластичный қылған мезгілде өзінің качествосын приобретать еткенде көптеген атеросклеротические бляшки өзі көлемін азайтып, ағысты, қанның ағысын тоқтатып тұрған жағдай жақсарады. Сондықтан мына продуктада курсымен 3 ай, күніне 6 капсулдан 3 айдай ішіп, бір тазалап алғаннан кейін 1-2 капсулдан просто для профилактики ішіп жүруімізге болады. Мына нәрсені постоянно ішеміз. Себебі бұл нәрселерді неге біз көп постоянно ішуіміз керек? Қанды сұйылтып тұруымыз керек. Ол бір. Екінші жағынан мидың да жұмысын жақсартады. Мидың біздің бір нәрсені ұмытып қалуымыз, ертеңгі күнде біздің жаңағы бір-біріне импульс беріп тұратын мидың нейрондарының өсуін, олардың қысқарып қалмауына қатты әсер ететін бірден бір продукт. Енді қан тамырлары
қан сұйылту керек, қан өзінің несінде сұйық жағдайында ағысы тоқтамай жүретін жағдайда болу керек дегенді айтатын болатын болсақ, әдейі осы компания осы продукттар екеуін жүрек қан тамырлары үшін келіп тұр. Кім денсаулық үшін келіп тұр, кім бизнеске келіп тұр, бірақ барлығына да денсаулық керек. Сондықтан бизнеста жүрген адамдар тоқтатпай адамдардың санасына жеткілікті қылып айтатын болатын болса, осы продукттарды адамдар отказ бермей алады. Менің потребительдерім, мен ай сайын маған оборот жасайтын потребительдерім, олар бизнес партнерлар емес. Менде қатты осыны мен бизнесті жасаймын деп система жұмыс жасайтын адамдар почему-то көп ондай шықпай тұр. Менде көбіне потребители, себебі мен продукттарды оларға жетесіне жеткіздіріп айтамын. Сол мезгілде осыған отырып алып, уже неше айдан бері ішіп жатқан мынаны ішетін, постоянно заказ беретін, просто розаға, мына шайға заказ беретін, уақыты болып қалды, мынаны алмастырайын ба, тағы да алуым керек па? Сонда сіз айтып едіңіз 6 ай дегеннен кейін, 6 айдан кейін ұмытпай заказ беретін водородный стерженьға сондай клиенттар менде көп ақ. Сондықтан егер сізде осында табыс тапқыңыз келетін болатын болса, осы продукттарды адам ағзасымен ұштастырып, бұл продукттардың бізге қандай керемет көмегі бар екендігін адамдарға түсіндіріп айтуымыз керекпіз. Осындай кездесулер солар үшін керек қой, бір-бірімізден білу үшін, сұрап білу үшін, көру үшін, бір нәрсені түсініп қалу үшін. Бізге осы Веда компаниясы келместен бұрын мен қайда енді 11 жылдан бері емделіп жүрмін ғой, өзім ағзамды өзім не істеп жүрмін ғой, следить етіп, өзім көбіне не істеп жүрмін ғой. Сонда бір күні бір информация алдым мен. Сонда мен просто бір врач ауырып қалған, өзі онколог врач, ауырып қалған, енді манағыдай ол кісіге де онкология қойған, өкпе тұсында сондай болған, содан емделіп жүр екен. Ол кісі сол мезгілде өзі емдеді ғой, енді как онколог адамдарды емдеді ғой, онкологиямен барып тұрған адамдарды. Лицевой челюстныйда болған ба, сондай онколог болған. Сол кісі осы продукттармен емделіп жүр ғой. Сонда ол кісінің маған айтқан несі айтты, егер мен өзімнің проблемамды айтып жатырмын ғой, ол кісіге сонда айтып жатыр, сіз дейтін деген жалғыз бір амин қышқылына жүгінбей параллельно Фохоу дейтін компания бар. Фохоу дегенде ол кісі Фохоу деп айтқан жоқ, Феникс деп айтты да. Феникс дейтін компания бар, бірақ бізде Ақтөбеде жоқ деп кітабын ұстап кетті. Соны алып, кардицепстерін алып ішіңіз деп. Кардицепсмен оған өзімде ауру бар екен білместен бұрын уже мен біразын ішіп тастағанмын ғой. Мен айттым, кардицепстерін білемін, бутин компанияны іштім деп. Сіз білмеймін басқа компанияны, сол осы Феникс дейтін компанияны тауып алып, содан ішіңізші, сонымен өзіңіз қолданатын продукттармен бірге қосып ішіңіз деді. Сол енді Фохоу не, біздің Фохерс не, екеуі почти бір нәрсе ғой. Енді қарап тұрсаңыз, чай любей Фохоу дейді, пастороза Фохоу дейді, линжи Фохоу дейді. Бәрі сол кісінде айтқанда осы, бірақ олар басқа бір жолмен келгенде осы бутин компания, осы продукт, дәл осы продукттар сонда врач, онколог врач, ол өзінің больницасында жатып, өзінің адамдарын емдеген методпен, біздің западный медицинаның тәсілімен емделіп тұрған жоқ, осы біздің заттармен емделіп жатыр. Сонда қазір түсініңіз, тыңдап отырған адамдар бәрін түсініңіз, біз қандай компанияда жүрік. Біздер бүгін ашылып, ертең жабылып қалатын, қай жерде исследование жасалды, лабораторный исследованиясы бар ма, клинический исследованиясы бар ма, оған қарамайды. Мына қазақстанский компания, мына осындай Қазақстанда осындай бар. Міне компаниялар көп адамдарды жолдан тайғызатын. Олардың ешқайсысына алданбай, олардың ешқайсысына мойын бұрмай,
уже дейтін деген веками проверенный, веками деген мынау тысячелетиями проверенный 2000 жыл бұрыннан бері линжиді емдік қасиетте шығыс мемлекетінің халықтары пайдаланған. И оны бері қаратай біздің наука, біздің лаборатория адам ағзасына сіңімді қылып, на клеточном уровне дәлме-дәл барып біздің сұранысымызға жауап беретіндей жағдайға жеткізген продукттар, осындай керемет компанияның ғана продукттарын айтуымыз керекпіз. Бір жерден табыс көрдік екен деп, ой, табысты обещать етіп жатыр екен деп, мынандай табыс көресің ертең дегенге иланып, сіз продукттарлығын айтып, ертеңгі күнде болашақта ұятқа қалып жүрмеңіздер. Қандай сертификаттар бар? Қандай сертификат керек? Дүние жүзінің бүкіл қандай сертификат керек, соның барлығын алып тұрған продукт бұл. Қай продукт халал керек па? Мінекей, бүкіл продукта қайсысын қарасаңыз да халал. Халалдан артық енді не керек? Халалдан артық не керек? Қайсысын қарасаңыз да міне. Даже прокладки халал. Мен мировой рынокта көрген жоқпын халал прокладки деген. Тек ол біздің компанияда ғана бар. Сондықтан дейтін деген ештеңеге не алаңдамай, егер де осы компанияны сізге біреу айтқан болатын болса, осы продукттармен танысып бастап ішкен болатын болсаңыз, ешқашан тастамаңыз. Мені де алаңдатып тұрған осы просто өмірімдегі манағы бұрынғы бастаған традиционный бизнеста, үй жағдайында болып жатқан алаңдатып жүрген нәрселер бар шығар, но бірақ мен Бутин компанияға ешқашан алаңдамаймын. Жақында біреу айтып жатыр, ой, андай Кардоцепс деген бізде де шығып жатыр екен ғой, мен соған подписаться еттім. Өзімнің партнерім өзім айтып тұр ғой. Сосын айттым, мен ол продуктыны сенен бұрын естідім дедім. Мен ол продуктыға біздің биоданка қай жерде ол Қазақстанда табылып, ол нәрсе қай жерде клинический исследование салып тұр. Бірнеше жылдар бойы. Қай жерде лабораторный исследование жасалып тұр. Қандай Қазақстанда технология, оны доклеточного жаңағы питание оған не жасап беріп тұр. Қандай лаборатория, қай жерде. И қандай система оны ұқсат етіп жатыр. Сондықтан мен өзімнің ұқсат берген Құдай бұйрығымен маған кезінде қатты көмектескен жаңағы керемет продукттар тұрғанда маған ештеңе қажет емес деп. Маған баяғыдай информациялар келе бермейді. Бұрын келе беретін Құдайдың құтты күні бір мына компания, ана компанияда. Многие не осмеливаются маған басқа компанияны айтуға. Сондықтан да бәріңізде сондай ниет болсын, бәріңізде болашағы үлкен және адамдарға пайдасы өте көп осындай продукттарды ештеңеге алмастырмаңдар. Ештеңеге алмастырмаңдар, ешкімге ешқандай әңгіме айтқызбаңдар. Болды, осыдан артық ештеңе керек емес. Антипаразитарный деп әңгіме айтады кейбіреулер. Антипаразитарный өзімізде не бар жаңағы? Детокс бар. Детокспен очистка жасап алыңыздар. Ішек, қан тамырлары, қарын ішектерінің бойларын мынаумен пастерозменен чистоте держите, ешқандай паразит бізге зиян келтіре алмайды. Паразит болмайды емес, болады паразит. Потому что күнде біздер тамақтанып жатсақ, күнде қауіп бар. Бірақ біздің өзіміздің ағзамыз онымен күресіп отырады. Біздің иммунный клеткаларымыз, бізге жаратушымыз салып берген біздің докторларымыз өзде солардың ДНК-сымен күресіп отырады. Бірақ өте көп болып кететін болатын болса, конечно, қауіп бар. Бірақ біздің өзімізден тазалап алып, оны жаңағы бір тазалап алып, одан кейін не істеп тұратын, бір қалыпта ұстап тұратын өзіміздің құралдарымыз өзімізде жеткілікті. Вот именно антипаразитарный это продукт деп айтатындай продукт бізге келіп диктовать етпесін. Бүкіл компания это непростая компания.
ассоциация здоровья процветания, на здоровье направленный. Здоровье адам ағзасында қандай керемет здоровье болу керек, соның барлық құралдарын біздерге беріп отыр. Иммунный клеткаларымызды постоянно на чеку тұру үшін амин қышқылдарының қосылған продукттарымызды шығарып беріп отыр. Олар амин қышқылдары уже біздің иммунный клеткаларымыз постоянно мана көшеде жүрген полициялар сияқты ұйықтамай көшенің арысынан берісіне машинамен жүрген жаңа мас адамдар, я болмаса біріншілік жасайтындар, төбелесетіндер көшеге шықпайды ғой, полициялар әлі бері жүр. Точно так же біздің иммунный клеткаларымыз сол тазалықпенен тәртіпті біздің ағзамызда болу керек, тәртіпті өздері қорғайды, өздері сақтайды. Осындай әңгіме. Мен тағы не айту керек? Суды айттық, ішек қарынды айттық, қан тамырларын айттық, лимфатический системаны айттық. Продукттарды айта беретін болса өте көп, оған бір түн мен бір күнде жетпейді. Таңертеңге кешейін айтса продукттарымыздың барлығы керемет, бірақ самый основнойлар жайлы айттым. Маған зумға шық десем, мен постоянно продукт айтамын ғой. Осы продукттар арқылы қалай оңай табыс табуға болады екендігін, егер де қаласаңыз, енді Алмагүл ханым айтып отыр ғой, менің спонсорым мен өзімді танымайтын адамдар бар ма екен, мен өзімді таныстырмай әңгіме бастап кетіппін ғой. Менің спонсорым Байменова Алмагүл ғой. Алмагүл осы неделеде осы біздің команда не айтады, жаңағы зумға шығамыз деді. Егер де қаласаңыздар, осы продукттарды пайдаланып, қалай оңай табыс. Мен треугольник деп айтпаймын, шестиугольник деп айтамын. Сен өзің тұрсың, астыңдағы екі қанатыңда тұрған сенің треугольник болу керек. Сонда шестиугольник. Сен уже өзіңнің астыңа сонда неше адам, уже бөтен жұмыс жасау керек адамдардан іздейтін неше адам болу керек. Сол жөнінде қандай өнімдермен екі жағыңа треугольникті қалай ашып тастауға болады? Сразу компанияның өзінің беретін нелері бар, сразу треугольникқа беретін продукттары бар. Солармен қалай эффективно жұмыс жасағанда, тек қана біз астыңыздағы түскен мысалға 1000 PV астыңызға, сіздің командаңызда 1000 PV түссе, сол 1000 PV-дан 5 ғана пайыз повторно емес, 15%-ды қалай алып шығу керек екен, одан да көп қалай алып шығу керек екен. Бір емес, бір ғана подпискадан, бір емес, бірнеше вебинар сізге қалай түсу керек екен. Үйрет десеңіз, если айтсаңыз, коротко жаңағы алам, егер қаласаңыз. Сағат неше болды? Мен әңгімем біткен сияқты деп Анар ханым, сағат неше болып отыр? Кім тыңдап отыр мені? Сұрақтарыңыз болса, қолдарыңызды көтерсеңіз болады. Сұрақтарыңыз бар ма, құрметті партнерлар? Мүмкін осы айтылған продукциялар бойынша нәтижелеріңіз бар шығар. Бөлісіп отырсаңыздар. Саламатсыздар ма, кеш жарық, Сара ханым, Анар ханым? Естіп тұрсыздар ма? Саламатсыз ба, Жәмилә? Жағдайларың жақсы ма? Рахмет, керемет, Сара ханым, түсіндірдіңіз. Алла разы болсын. Мен де сол пастар о zaman көп жұмыс жасаймын. Мен өзім неберелерімнен күшті результат болды биыл. Мен бір 2 апта
жиен неберем ғой енді. Страшно тісін қайрап жататын тұғын. Соған 2 апта өзім 2 мезгілден беріп отырдым. И представляете, кәдімгі мындай несімен түсті, бірақ енді жас еді, 3,5 жасар, 4 жасар бала ғой. Прям несімен қалтасымен түсті. Бірақ шыдай алмастан біз докторға барып жудырып түсірді, но қалтасы да түсті. Ана бала шыдай алмады. Содан кейін тағы бердім, қазір өте керемет. Прям просто баланы реңі кіріп, жақсы болып қалды. И тамақ жеуі басқаша болып қалды. Результат өте күшті. Тастар ғана. Тастар осы керемет қой. Керемет. Алла разы болсын, керемет түсіндірдіңіз. Жақсы, рахмет. Кейін нені? Водородный стержень 6 айдан қолданады, иә? Мен уже бір пачкасын алдым, уже екіншісін қолданып жатырмын. Рахмет. Жасаңыздар, кеш. Разы болсын. Керемет нәтиже, рахмет. Тағы да кімдер бар екен осы айтылған продукциялар бойынша кімде қандай нәтижелер бар, бөлісіп отырсаңыздар. Ана Сара ханым, саламатсыздар, қалайсыздар? Мен міне жақта жатырмын деймін бе, отырмын деймін бе. Сара ханым, ана немересі кетіп тұрған ар жағында. Кім еді аты? Сара ханым? Амина. Амина күніне 3 штук спирулин ішеді. Күніне 3 штук. Ішкенде қырт еткізіп ішеді. Қояндар сияқты ауыз жап-жасыл болып жүреді. Өзінің дозасы бар. Немерем 3 жастан уже кетті, өткен сентябрьдің 20-сында 3-ке толды, иә. Туғаннан бері лаузым тапқа әлі бір грипповать етіп, температурит етіп, ондай болып ауырған жоқ. Турцияға барғанда білмеймін, бір кішкене не болды ма, инфекция болды ма, бір кішкене сонда не істегені бар. Сосын ағалары көрмен ауырғанда солардан жұғып, сол мезгілде перенесла, но легко перенесла. Почему? Потому что 1 жасынан кейін тамақ жей бастады ғой. Сол мезгілден бері дейтін спирулин жейді ғой. Оған көрсетіп қоймау керек, көрсетіп қойса 3-ден артық жейді. 3-ін береміз, 3-ін жеп алмайынша успокоить етпейтін еді, қазір 3-ге де тоймайды. Потому что жазы келді ғой. Спирулинаны жайында енді көп продукт айтсам, көп әңгіме кететін ғой. Спирулинаны аяқ ауыр мезгілде ішіп жүру керек. Сол кезде бала дейтін деген өте денсаулығы мықты бала дүниеге келеді. Бір-біріңе сөйлесіп тұрмын, қыздар. Кімде қандай нәтиже бар, бөлісіп отырсаңыздар, осы продукциялар бойынша айтылған. Спирулина. Қандай сұрақтарыңыз бар? Спирулин туралы қандай сұрақтарыңыз бар? Спирулин енді ол деген 2 қабат әйелден бастап ішуге болады. Өте керемет дүние. Спирулинаны негізі беременный әйелдерге болады. Енді кейбір кезде кейбір компанияларда анау болмайды, мынау болмайды дейді ғой. Спирулинда бүкіл микроэлементтердің бәрі бар. Микроэлементтердің бәрі болғаннан кейін оны беременный әйел ішу керек. Беременный әйел ішкенде туатын баласы никакой неврологический, ешқандай авитаминоз, гемоглобин төмен, сондай болмайды да, өте жақсы болып қалады. Сондықтан 2 қабат әйелдерге, но рекомендуем обязательно спирулин. Спирулин енді құрамы өте күшті. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар, болмаса Алмагүл ханым, мен спирулиннан мысал үшін бастайын деп едім. Мен 81 киломын, мысал үшін жасым 65-те. И қалай ішуіме болады? Мен 8 штугын ішем күнде таңда. Ашқарынға. Туыр ішіп жатырмын ба? Спирулиннан. Тура ғой, иә. Бір мезгіл 8. Бірақ суды көп ішу керек. Суды көп ішу. Иә, суды көп ішем, иә. Оны весқа қарап ішудің қажеті жоқ. Мысалы, мен весіма да қарамай, онда көп не істемеймін. Әтең 5 Мен бірінші рет болған соң весіма қарап. Иә, бірақ суды көбірек ішу керек. Суды неге көбірек ішу керек?
өзі алдын ала мен жаңа жылы су ішем немен водородный стержень, но жылы 40 градус. Таңда бірінші соны ішіп аламын, сосын барып спирулина ішем. Одан кейін 1 сағаттан кейін барып тамақтанамын. И то алдын ала су ішіп аламын. Дұрыс. Солай. Болыпты, Алла разы болсын. Соны дұрыс ішіп жатырмын, соны сұрап қояйын. Дұрыс. Өте дұрыс. Сау болыңыздар. Спирулин деген өте арзан нәрсе ғой бізде. Былай қарағанда 500 штук. Ал үйінде ауырмауға, не істеуге өте керемет нәрсе. Чем ауырып, онымен ақтасқанша ауырмаудың жолын іздеу керек. Рахмет. Біздерге де рахмет. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Қойып отырыңыздар. Кімнің сұрағы бар екен? Отыз адамда сұрақ жоқ па? Егер Бәрі түсінікті ма? болмаса, в принципе, аяқтасақ та болады негізінде. Иә. 40 минут негізі основной информация беріледі. Анар ханым 5 минут бір нәрсе айтып жіберейінші, тұра тұрыңыз. Аха. Реклама. Иә. Кеше де айтам деп отырып, ұмытып кетіппін. Енді ертең тағы айтармын. Ертең тағы зұм болады ғой. 9 ноябрьде Ақтөбе қаласында үлкен презентация болады. Соған Света ханымнан билет аламыз. Енді мына жерде отырған лидерлер бар ғой. Мысалы, Орал қаласынан да келуге болады. Жақын ғой Орал. Сондықтан лидерлер өздерінің командаларыңызды жинап, ноябрь айына дайындаңыздар. Ноябрь айында кімдер келеді? Астана қаласынан Жанар Амрена, Анар Тұрсынова, жан-жақтан үлкен-үлкен лидерлер келеді. Сол лидерлер келетінге дайындалып, өзіңнің командаңда қандай адам не істей алмай жүр, қаншама адам лидер болғысы келіп жүр. Сол лидер болуға, ұмтылуға, басқа да нәрсе үшін, сабақ алу үшін келуге болады. 9 ноябрь күні. 9 ноябрь күні осы жерде отырған лидерлер Ақтөбе қаласы. Айтып қояйық. Енді оның тағы несін жібереміз, рекламасын. Сондықтан 9 ноябрьде билет алып сата беріңіздер. 9 ноябрь. Ұмытпаңыздар. Анау-мынау нәрселерің болса, откладывать етіңдер. Өздерінің кем дегенде бір 4-5 адам новичок алып келсеңіздер, сол жерде новичоктар көреді, сразу жазылады. Сондай жерде адам өседі ғой. Түсінікті о да бәріңізге. Енді бәріңіз осы жерде отырған адамдар, бәрің видеоға шығыңыздар. Бәріңіз видеоға шығыңыздар. Түрлеріңізді көрейік. Фотоға түсіреміз. Бәріңіз видеоға шығыңыздар. Бәрі видеоға шықпай жатыр ма еміне? Анар ханым. Бәріңіз видеоға шығыңыздар, түрлеріңді көрейік. Ертең 9 ноябрь күні адам жинайсыңдар бәрің. Бәрің шақырыңдар. Жаңа кіре салып сөйтіп айтпайсыз ба? Бәрің видеоға шығыңдар, ашыңдар, перденің бетін ашыңдар деп. Бәрі тыңдап, қарап отыратын. Мен аяқтан істеп қалдым, тамақ жасап отыр едім, аяқ астынан. Шықпай қалдым. Так что бәрің шығыңдар енді. Бермен қарай шығып, түрлеріңді көрейік. Ертең 9 ноябрь күні бәріңіз келіңіздер. Мына Қандыағаш, Шұбар, Орал, өшеді отыр командада. Сол бәріңіз келіңіздер 9 ноябрь күні. Анар ханым келеді, Жанар Амрена келеді, Мұстафина Ашан келеді, лидерлердің бәрі келеді. Енді бізде Ақтөбедің өзіміз, Ақтөбеденбіз ғой енді. Сондықтан керемет лидерлер келеді, сондықтан бәрің видеоға шығыңдар, Анар ханымға түрлеріңді көрсетіңдер, бәрің қалмаңдар. 9 ноябрь күні. Бүкіл нені уақытты белгілеп қойды. 9 ноябрь күні бізде презентация, а 10 күні кәдімгі обучение болады. Егерде барлығыңыз жан-жақтан келетін болсаңыздар, 2 күнді рассчитывать етіп келіңіздер. Основной партнерларға керекті білім, ары қарай не істеу керек, қалай істеу керек деген сұрақтың барлығына жауапты сіздер 10 күні аласыздар. Ал 9 күні өздеріңіз шақырып, тегілеріңіз келген командаларыңызға шақырып, информацияны жеткізе алмай сөйтіп жүрген адамдарыңыздың барлығын 9-на шақырасыздар. То есть это всегда айтады ғой,
сіздер істей алмай жүрген, өткізе алмай жүрген презентацияның барлығын сіздерге жан-жақтан адамдар келіп өткізіп береді, готовый, понимаете? Иә. Моментті пайдаланып қалу керек. Қазірден, міне қазір алдын ала сіздерге специально айтып отырмыз. Уақыттарыңыз бар, сол тақалып уже 2 күн қалғанда айтып атқан жоқпыз. Қазірден дайындалыңыздар, билеттеріңіздің бәрін алыңыздар, шақырыңыздар деп та. Қазір білесіздер, барлығы той, бір нәрсе бәрін 1 ай, 2 ай бұрын дайындап қояды. Сол үшін қазірден уақытысын белгілеп, осындай уақытта барамыз, басқа еш нәрсе пландама. Ол жаққа жан-жақтан адамдар келеді. Болмаса қазіргі тауып атқан ақшаңды 2-3 есе көбейтуге мүмкіндік табасың деген сияқты қылып, тіпті энергиясын отырып, ол жерде еще жаңа білесіздер ғой, розыгрыш ойындар болады. Бірақ в основном мен сіздерге айтам, келетін қонақтарды сату керек. Қалай шақырады? Ой, сен ана жерден приз аласың, анан ұтып аласың демеңіздер. Акцентті всегда ортаға, бизнеске, ақша табуға, квартира аламай жүрма, біреу айтыңыз. Сол жерде сен квартира алудың жолын үйренесің. Машина аламай армандап жүрма, адам сіз айтасыздар. Сол жерде сен машина алу табудың қысқа 1 жылдың ішінде наличкаге сатып алудың жолын үйренесің деген сияқты. Ертесіне өздеріңіз 10 күні обязательно уақыттарыңызды бөліп, ой, мен әрең 9-на келдім, болды, қазір кетем деген әңгімені қойыңыздар. Только презентация. Самый основной жолдың бәрін үйренетін жолының барлығы, ол 10 күні офиста айтылады. Хорошо? Офистің ішін білесіздер, ол жерге ар кетсе 30 адам сиятын шығар, может 40 адам сиятын шығар. Сондықтан қазірден уже ойланып, кім, то есть сыйған адам ғана сол жерде білімді алғылады. Жақсылап тұрып, соның барлығына дайындалыңыздар. Және де қосымша айтатынымыз 26-сы, 27-сі тура сондай программамен Түркістанда болады. 6-сы, 7-сі Атырауда болады. Сондықтан сол жерлерде қай адамдарыңыз бар болса пайдаланып, қазірден уже адресін бәрін біліп, сөйтіп адамдарыңызды жіберсеңіздер болады. Сол жердің барлығына өзім барам, презентация, обучение барлығын өткіземін. Обучение қалай десеңіздер, ол әшейін мен сіздерге маркетинг продукцияны айтпаймын. Ол жерде қалай қазіргі заманға сай қимылдап, қысқа уақыттың ішінде табыстарыңызды 2 есе, 3 есе көбейтудің жолын көрсетемін. Онлайн ба, офлайн ба, қалай қимылдау керек, қандай мақсат, қандай келген адам күнде сағатымен не істеу керек, соның барлығын көрсететін болам. Қазір менде жаңадан келген, айтып атамыз ғой, личник сондай дейміз, соған келіп жатқан адамдардың сағатымен не істеу керек, соның барлығын бөліп тастаған мен кәдімгідей. Таңертең сағат 10-да уже келеді, 10-нан сағат 4-ге дейін әр сағатта не істеу керек, соның барлығы расписано, понимаете? Егер де сондай системамен кәдімгі сөйтіп жұмыс істемесек, бұлған тура солай жұмыс ретінде қарамасаңыздар, сіздер еш уақытта миллионер, миллиардер болам деп ойламай қойыңыздар. Но зато тура сондай функциональный обязанностьпен қимылдайтын болсаңыздар, онда 1 жылдың ішінде кәдімгі миллионер, миллиардер боласыздар. Мен сіздерге оған кепіл бере аламын. Сондықтан давайте сол сабақтың бәрінен қалмаңыздар, сол жерде бүкіл сол секретті сағат-сағатымен айтып, жазып беремін. Тура соны потом спокойно аласыздар да, келген адамдарыңызға или қазір командадағы адамдарыңызға мынаны істе, бүйтеміз, давай бірге өстеміз деп, бәрін бірге просто істеп кете бересіздер. Болды, хорошо? Так что давайте уақыттарыңызды қазірден реттеп, сол 2 күнге прям фокустарыңызды қойып, мен бүйтетінем, мен сөйтетінем деген нәрсені бәрін ысырып қойыңыздар да. Кәдімгідей, алдымызда 26-шы жыл тұр, солған прям план қоюдан бастаймыз барлығын. Хорошо? Кестік па? Қайда жаңалдегі отырған бір 10 шақты адам ашқан сияқты еді бетін. Қайда болып кетті ме? Қайда кеттіңдер? Қайдасыңдар жандар деп кеттік қой сомен. Қыздар, жігіттер, естідіңіздер ғой, барлығыңыз. Күтемін, Құдай қаласа барамын, сөйтіп жақсылап тұрып қимылдап әрекетімізді жасайық. Жақсы? Сау болыңыз.